17 күн өзіңмен ашық сөйлесу. 16 күн өзіңмен шынайы сөйлесуге арналған күн. Көп адам өзгелерге шындықты айтуға тырысқанымен өз-өзіне адал бола бермейді. Ал ішкі диалог дұрыс болмаса, адам алға жылжи алмайды. Бүгін өзіңе сұрақ қой. Мен шынымен не қалаймын? Неден қорқамын? Қандай өзгеріс керек? Осы сұрақтарға шын жауап беру батылдықтың белгісі. Өзіңді алдауды тоқтатқан сәттен бастап даму басталады. Өзіңмен ашық сөйлесу өзіңді кінәлау емес. Бұл өз жағдайыңды қабылдау. Қателік адам болудың бір бөлігі. Ең маңыздысы қателіктен сабақ алып, алға қарай қадам жасау. Бұл күні өзіңе уақыт бөл. Телефонды бір шетке қойып, тыныш ортада ойлан. Ішкі даусыңды тыңда. Жүрек айтқанды елемеу ішкі күйзелістің бастауы болуы мүмкін. Өзімен ашық сөйлесе алған адам өз шешіміне сенімді болады. Ол өзгелердің пікіріне тәуелді болмайды. Бұл күн ішкі еркіндікке бастайтын күн. Тапсырма. Бірінші, мен қазір қандай күйдемін? Деген сұраққа жауап жаз. Екінші, өзіңде өзгерткің келетін бір әдетті анықта. Үшінші, сол әдетті өзгертуге кедергі болып тұрған себепті жаз. Төртінші, қысқаша дұға жаса. Жүрекке айқындық пен батылдық сұра. 16 күн адамға өзін түсінудің, өз-өзіне адал болудың маңызын ұғындырады. Өзімен ашық сөйлесе алған жан ғана шынайы өзгеріске қадам жасайды. Достар, тапсырмаларды орындап жатырсыздар ма? Өз әсерлеріңізді, ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер, бірге дамып, бірге өзгерейік.